Армысыз көрермен, Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда мен Қайрат Сәбетбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Алматы облысында картингте 10 жастағы бала қаза тапты. Бала өліміне қатысты нендей ақпар бар? Кедендегі контрабанда, салықтан жалтарту, сан заңсыздықтардың зардабы. Мемлекетке келген шығын қандай? Қазақстанда заңсыз сақталған қаруды сатып алу акциясына республикалық бюджеттен 88 миллион теңге бөлінген. Алматыда 8 жасар қыз бала жүріп бара жатқан көліктен құлап мерт болды. Қазбек би көшесінің бойымен батысқа бет алған Hyundai Starex маркілі автокөліктің есігі кенет ашылып кеткен. Сол сәтте минивэн ішінде отырған жеткіншек жолға түсіп қалып, бала көлік дөңгелегінің астында қалған. Яғни машина баланың үстінен жаншып өтіпті. Ауыр жарақаттың кесірінен кішкентай қыз жедел жәрдем жеткенше оқиға орнында жан тапсырған. Алматы облысының Іле ауданында картингті басқарып келе жатқан 10 жастағы бала қаза болды. Ресми ақпарға сүйенсек, ол өзін соққан карттың екпінінен пластмассадан жасалған қоршау блоктарын бұзып өтіп, жол жиегіндегі су таситын көлікке соғылған. Салдарынан баланың бас сүйегіне зақым келіп, ол оқиға орнында қаза болды. Ал картодромда болғандардың қатарында жеткіншектің әкесі мен ағасы бар. 10 жасар жасөспірімнің өліміне қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 306 бабы 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталғанын хабарлаймыз. Қылмыстық іс материалдарына күдікті ретінде картинг орталығының 41 жастағы директоры танылды. Істің мән-жайын анықтау үшін бірқатар қажет сараптамалар тағайындалды. Қылмыстық іс департаменттің тергеу басқармасының өндірісіне қабылданып, бақылауға алынды. Ербол Назарбаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтегі орнынан босатылды. Ол бұған дейін арнайы департамент басшысының орынбасары болған еді. Агенттіктің баспасөз қызметі Ербол Болатұлының бұл лауазымынан 26 қаңтарда, ал жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет органдарынан 14 сәуірде босатылғанын хабарлады. Кедендегі заңсыздықтардан мемлекетке 165 миллиард теңге шығын келген. Бұл туралы еліміздің бас прокуратурасы хабарлады. Тек Қытаймен шекаралас бекеттердің өзінде тауарды жалға декларациялаудың 367 дерегі анықталған. Сондай-ақ уәкілетті экономикалық операторлар кәсіпкерлерді салықтан жалтарту үшін соңғы 2 жылда 221 миллиард теңгенің шот фактураларын қолдан жасаған. Одан бөлек құны 800 миллион теңге болатын контрабанданың 16 фактісі тіркеліпті. Қазір осыларға қатысты тергеу жүріп жатыр. Обнаружены незадекларированные товары. Антикормен бас прокуратураның бірлескен күшімен қылмыстық әрекетті имитациялаған прокуратура қызметкеріне 50 мың доллар пара берген үшін Нұр жолы кеден бекетінің бастығы мен оның орынбасары ұсталды. Сондай-ақ тексерушілерге 30 мың доллар көлемінде пара берген үшін карго менеджмент жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілі қамауға алынды. Ақмола облысында полиция департаменті басшысының міндетін атқарушы ауысты. Аталған қызметке елдің ішкі істер министрінің бұйрығымен полиция полковнигі Думан Таев тағайындалды. Айта кетейік, ол осыған дейін ішкі істер министрлігі криминалдық полиция департаментінің басшысы болған еді. Қазақстанда заңсыз сақталған қаруды сатып алу акциясына республикалық бюджеттен 88 миллион теңге бөлінген. Ол туралы әкімшілік полиция комитеті қару айналымын бақылау бөлімінің бастығы Асылбек Ыдырысов айтты. Оның сөзінше, ерікті түрде тапсырылған атыс қаруы үшін 30 мыңнан 306 мың теңгеге дейін сыйақы беріледі. Сыйақы мөлшерін арнайы комиссия тағайындайды. К примеру, до 100-кратного месячного расчетного показателя это Мысалы 100 айлық есептік көрсеткішке дейін немесе 306 мың теңгені азамат автоматты ойық қарудың әрбір тапсырылған бірлігі үшін алалады. Тапаншалар мен револьверлер үшін 122 мың теңгеге дейінгі мөлшерде төлеу болжанады. Бұл ретте тегіс ұңғылы қарудың әрбір бірлігі барынша 91 мың теңгеге бағалануы мүмкін. Төлемдер мөлшерін айқындау кезінде комиссиялар қарудың техникалық жай-күйін ескереді және тиісті санат береді. Өзге ақпараттарға ойсайық. Қазақстан халқының бірлігі күні қарсаңында Түрксіб ауданында 450 түп ағаш отырғызылды. Балалар саябағында өткен экологиялық акцияға қатысқандардың қатарында кәсіпкерлер мен қоғам қайраткерлерден бөлек қала әкімі Ерболат Досаев та бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша 9 жыл қатарынан өтіп келе жатқан іс-шараның басты мақсаты Алматыны атына сай алма бақтары шайқалған мегаполиске айналдыру. Сол себепті науқан барысында 370 алма көшеті егілді. Ал жыл соңына дейін өз қаражаттарына алынған 3 мыңнан аса түп отырғызу жоспарланып отыр.
Біздің жеріміз, мына Алматы және біздің Шығыс Қазақстан және мына жердің Жетісуның ішіндегі, бұл деген бүткіл әлем жүзіндегі алмағаштардың мекен жайы. Көрдіңіз ба? Сондықтан мен ойлаймын, мына Алматы деген бекер емес, біздің атымыз беріп отқан, бұрыннан келе жатқан Алматы деген, алмалы, Алматы деп. Бұл деген әлем жүзіндегі алмалардың астанасы. Ал мереке қарсаңында Абай алаңында музыкалық фестиваль өтті. Түрлі этнос өкілдерінің басын қосқан іс-шара жайында толығырақ тілші тарқатсын. Тәуелсіз елдің тарихында 1996 жылдан бастау алатын Қазақстан халқының бірлігі күні бүгінге дейін ұлт пен ұлыстың асыға күтетін мерекесі. Ұлттық киім мен тағам, қолөнер бұйымын көптің назарына ұсынған кешегі қала тұрғындары да осылай дейді. Мерекеде ұйымдастырылған ең негізгі іс-шараға олар арнайы шатыр тігіп, өз ұлтының айрықша бұйымдарын ала келген. Қазақстанда туып өстім, қазақтардың арасында өстім, қазақ тілін үйреніп алдым. Қазақстан мен туған жерім, мен отаным. Бүгінгі керемет күнде бүкіл Қазақстан халқын, Қазақстан халықтарының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біздің елімізде тыныштылық болсын, бірлік болсын, татулық болсын. Фестивальде қала тұрғындары мен қонақтарының назарына арнайы дайындалған концерттік қойылым ұсынылды. Ал мерекелік іс-шараға қатысқан қала әкімі Ерболат Досаев түрлі этнос өкілі тіккен шатырларды аралады. Бүгінде біз өз үлесіміз қосу мақсатында біздің яғни бөлінген шатырға өзіміздің ұлттық аспаптарымызды, киім-кешектерімізді және де әртүрлі заттарымызды алып келдік. Бүгін біздің өз көрмеміз қойып жатырмыз. Осы мейрам қарсаңында барша Қазақстан мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Это радость для нас всех. Бүгінгі мереке бәріміз үшін үлкен қуаныш. Аспанымыз ашық, заманымыз бейбіт болғаны бақыт қой. Осы бақытымыз ұзағынан болсын деп тілеймін. 130-ға тарта этностың ыстық ұясына айналған Қазақстан үшін бейбітшілік баға жетпес құндылық. Сан ұлттың достығы паш етілетін мерекенің өзгеше болуы да содан. Мадина Оқас, Тидар Исаев, Алматы телеарнасы. Алматыдағы велоспорт маусымының ашылуында қатысушылар рекорд орнатты. Іс-шараға 1100-ден астам қала тұрғыны велосипедтерін жетелеп жоғары дайындықпен келген. Олар Әл-Фараби даңғылынан бастап тұңғыш президент саябағына дейін 8 шақырымда жүріп өтті. Әріптесім Мерей Қанапиянов жалғастырады. Вело маусымның ашылуын велошабандоздардың асыға күткені сөзсіз. Аталмыш шара пандемия салдарынан тоқтап 2 жыл қатарынан өтпеген еді. Сондықтан да болар марафонды сағынып келгендер қалың болды. Сіздер осы күнді 2 жыл күттіңіздер. Құдайға шүкір бұған да жеттік. Ең алдымен 1 май мерекесі, 1 мамыр, яғни еліміздегі халықтардың бірлігі күні құтты болсын. Биылғы велошеруге тек кәсіпқойлар емес, әуесқой спортшылар мен ардагерлер де қатысты. Іс-шараның негізгі мақсаты да осы. Бұқаралық спортты дамытып, салауатты өмір салтын насихаттау. Я не видел столько велосипедистов. Мен осыған дейін мұншалықты көп велосипедшіні көрмедім. Әлі таңғалып тұрмын. Спорттық іс-шара жоғары деңгейде өтті. Көңіл күйім тамаша. Я вообще работаю учителем. Мен негізі мектепте математикадан сабақ беремін. Велосипед спортымен бала кезімнен айналысамын. Шыны керек, бұл күнді ұзақ күттім. Алдағы уақытта тағы өтсе қатысуға дайынмын. Ұйымдастырушылардың айтуынша велосипед тебетіндер қатары күн санап артып келеді. Мысалы, өткен жылдары велошеруге қатысушылар саны 500 бен 600 аралығында болса, биыл олардың қатары 2 есеге өскен. Одан бөлек Алматының атынан өнер көрсететін кәсіпқой спортшылардың да биылғы аяқ алысы жаман емес. Движение велоспорта. Қаламызда велосипед спорты дамып келеді. Кәсіби спортшыларымыздың да халықаралық деңгейдегі дәрежелері өзгелерден төмен емес. Мысалы, Алматылық құрама Азия рейтингінде 2-ші орында тұр. Бұл біз үшін өте жақсы көрсеткіш. Ұйымдастырушылар мұнымен шектелмейміз дейді. Олар ендігіде велошабандоздарға арналған іс-шараларды көбейтуді жоспарлап отыр. Мерей Қанапиянов, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы. Қазақстан халқының бірлігі күнінде Алматының 8 ауданында мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Түрлі ұлт пен этнос өкілдерінің ұлттық тағамдары көпшілікке ұсынылды. Әдет ғұрыптарын көрсетті. Аудандарды аралап шыққан әріптесімнің сюжеті. Наурызбай ауданының тұрғындары орталыққа жиналып, ынтымақ мерекесін дүркіретіп атап өтті. 230 мыңнан астам тұрғыны бар ауданда 20 мың орыс, ал 6 мыңға жоқ ұйғыр ұлтының өкілі тұрады. Айта кету керек, мұнда этномәдени орталықтар да жұмыс істейді. Осы ауданда 100-ден артық ұлт пен ұлыстар жасайды. Еліміздің өркендеуіне, гүлденуіне барлық күш қуатымызбен әрекет жасап, жұмыс істеп жатырмыз. Ал Түрксібте мерейлі мереке күні оқушылар белсенділік танытты. Түрлі ұлт өкілдерінің киімдерін киген 100-ден астам бала қала көшелерімен жүріп өтіп парад ұйымдастырды. Жеткіншектер өз қиялындағы бейнені қағаз бетіне түсіріп сурет салды. Шара соңында үздік атанғандар алғыс хаттар мен сыйлықтарға ие болды.
Бұл ынтымақ күні ғой. Иә, халқымызда ынтымақ болып, береке бірлік болып, еліміздің іргесі аман болып, өстіп жасай берейік, осы немерелердің қызығын көре берейік. Алатау дәстүрлі өнер театрының ұжымы да аудан тұрғындарын мереке күнімен ерекше құттықтады. Шығармашылық ұжымның қатысуымен сахнада концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Мақсат татулық пен тұтастықты ту еткен өзге ұлт өкілдерінің шығармашылығын насихаттау. Қазір мына ұғым шықты ғой, ұлттық код деп. Ұлтымыздың тарихын білмесек, өзіміздің ұлтымыздың құндылықтарымен өмір сүрмесек, әрине ұлт болып жалпы құрып кетуіміз де мүмкін. Сол себепті жалпы Алатау дәстүрлі өнер театрының осы бағытта жұмыс істеген үлкен миссиясы деп атаймыз ба? Алмалы ауданы тұрғындары да 1 мамырды мерекелеуде қалыс қалмады. Кавказ бен Орыс мәдени орталығының өнерпаздары және колледж студенттері Ганди атындағы саябаққа жиналып, халық достастығының бірлігін айқындады. Ал Бақыт отбасы орталығының қызметкерлері қолөнер жәрмеңкесін ұйымдастырып, өнер туындыларын көпшілікке ұсынды. Ұлағат Арғын, Әлбек Шынтемір, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы. Самұрық қазына қызметкерлердің жалақысы 48%-ға дейін өседі. Қор басшысы Алмас Адамзатқалиевтің айтуынша үстемақы 248 мың адамға немесе қызметкерлердің 90%-на беріледі. Негізінен жалақының өсуі төмен лауазымдыларға әсер еткен көрінеді. Сонымен қатар жыл соңына дейін қор тобындағы 4 компанияның өндірістік қызметкерлерінің де еңбек ақысын ұлғайту жоспарлануда. Бұл Қазатомөнеркәсіп Тау-Кен Самұрық шамамен 10%, Қазақтелеком 18%-ға дейін, Самұрық Қазына өңдеу 15%-ға дейін ұлғаяды. Қазпоштаның ағымдағы жағдайын түсіне отырып, біз өткен жылы компанияны 3,5 миллиард теңгеге капиталдандырдық. Қосымша мүмкіндігін арттыру өндірістік қызметкерлер айлығын көтеруге сеп болды. Сондай-ақ Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы қызметкерлерінің де жалақысы өсті. Оның басшысы Мағзұм Мырзағалиевтің айтуынша, өткен жылы компаниялар тобы қызметкерлерінің жалақысы 30% деңгейінде көтерілген. Бұл ретте айта кету керек, Қазмұнайгазда шамамен 73 мың адам жұмыс істейді. Сонымен қатар ірі мердігерлік ұйымдар қызметкерлерінің саны 27 мың адамды құрайды. Компаниямыз Қазақстанның барлық өңірлерінде жұмыс істейді. Оның ішінде біздің кәсіпорындар көп шоғырланған аймақ Маңғыстау облысы болып табылады. Сондықтан бұл аймақтағы жағдай біздің жіті назарымызда. Мұнда 18 кәсіпорында 30 мыңға жуық адам қызмет жасайды. Ардақтағайын, айтар ақпар әзірге осындай. Қорытынды жаңалықтарда қайта жүздескенше.